Hazret Ayşadan radiyallahu anha rivayet kılады. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қайсы бір мұсылманға тикенек жияндан чоң нәрсе жетсе, аның себебінен бір даражаға жазылып, аның бір күнөөсү кечирилет." Жабир бин Абдулладан радиаллаху анху риваят. Ал пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып жатқанын ұққан: "Иманду еркек жана, иманду аял жана мұсылман еркек жана, мұсылман аял ооруп қалса, Аллах Таала аның қата кемчиликтерин ошол оорусунун себебинен төгөт." Bir rivayette kelgen, Аллах Таала аның қаталарын төгөт. 10. Саад бин Хурстан радиаллаху анху риваят. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Оорған адамның қата кемчиликтери дарақтан жалбырақтар күбілгөндей күбіліп түшөт." 11. Айшадан радиаллаху анха риваят. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иманды пенде ооруп қалса, Аллах аны от темирдин кирин тазалагандай аны күнөөдөн тазалайт." 12. Абу Айып Ансариден радиаллаху анху риваят. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам bir ансари сахабадан хабар алғаны барып ағайын кейді. Ансари сахаба айтты: "Ей Аллахтың пайғамбары, 7 түнден бері маға уйқы келбейді. Ешбір адам хабар алғаны келбейді." Ошонда пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ей менің бір туғаным, сабыр қылы. Күнөөлөргө кандай кирген болсоң, ошол күнөөлөрдөн чыкканга чейин сабыр кыла бер." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооруп калганда убакыттар күнөө кылган убакыттарга төлөм болот."